Біздің Қазақстанда қазақ тілінде заң саласында доступный, қарапайым тілмен айтылған, тыңдап отырған адам түсінетін ақпарат жоқ. Даже біздің кодекстарымызды, конституцияны, басқа да заң, нормативный актыларды көтеретін болсаңыз, қазақ тілінде оқысаңыз түсінбейсіз. Мен даже заңгер болып қазақ тілінде сол документті распечатка жасап қарасам, ол жақтағы сөздер до конца түсінікті емес. Біз бірінші орысшасын оқимыз, сосын барып қазақшасын оқимыз. Сол себепті YouTube каналда мен қарапайым қазақ тілінде кәсіпкерлерге без воды заң саласындағы олар білу керек ақпаратты айтқым келеді. Қазақ тіліндегі контент дамуына үлесім қосқым келеді. Екіншіден, бізде юридический грамотность кәсіпкерлерге өте төмен. Олар көбінесе продажаға, маркетингке акцент қояды да, заң жағына мән бермейді. Сосын ол не болады? Ол бизнестің банкротқа кетеді, кассовый разрыв болады, сотруднигі кассадан ақша ұрлайды. Сотқа келген кезде не істейтінін білмей потеря болады. Қай жерде уголовный ответственность бар, қай жерде штраф бар, қазір налоговый проверкалар не болып жатыр. Оның ешқайсысын түсінбейді, бизнесін бәрін слепую жүргізеді. Сосын бізге уже последствиямен келеді, ал последствияның барлығы ол заң жүзінде 100% шешілмейді. Последствиямен жұмыс жасау қиын. Мен беріп отырған ақпарат арқылы мен кәсіпкерлер бүгінгі кәсіп ашқан моменттен бастап өз кәсібін прозрачно жүргізсе, таза жүргізсе, заңды жүргізсе, ертең алдындағы рисктардың барлығын заңдық инструменттер арқылы алдын алса деген ниетпен осы YouTube каналды жүргізіп отырмын.